Сәлем оқырман. Кеше болса қатысушы болып Асем келген болатын. Бұрыннан көретіндер біледі. Бұрында үміткер болып ара қатынас құрған еді. Бұрынғы қатысушы Ақтөре осыны көріп, таң қалып жатырған жоқ екен. Ақтөре не ойлайды? Ол Асемді көргенде қандай сезімде болды? Ол расымен жаңа қарым-қатынасқа дайын ба, әлде өткен сезімдері қайта оянды ма? Өзінің бір ойын Instagram желісінде жеткізген болатын. Кеш жарық қазақ елі, Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Тәжікстан. Не айтады екен деп барлығыңыз қарап отырсыздар ма? Шулап жатсыздар ғой, жаңалық деп. Бұл маған жаңалық емес, мен білгем ол баратын. Не деймін мен? Қадамына гүл бітсін, көрсін. Енді өзгеріп кеткен көргендеріңізде. Қалай адам өзгеру деген нәрсені бір-ақ сәт екен. Аман болсын, сау болсын, не болса да көреміз енді. Уақыт емші. А біз еңбек, бәрін жеңбек. Спорт дұрыс екен ғой, ең дұрыс. Асем жобада өзіне лайықты жарын табуға келді. Ол жаңа өмір бастауға шешім қабылдады. Бірақ шынайы мақсаты басқа болуы мүмкін. Ақтөрені қызғандырып, ол жобаға келіп, үйленуге ұсынысын күтіп жатырған секілді. Бұрынғы қарым-қатынас, жіберілген қателіктер, өкініштер туралы ашық әңгіме әлі болатын көрінеді. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Мен эфирден кейін сестрама барып, сестраммен сөйлесіп, үйдегілермен сөйлесіп, сөйтіп үйге келіп шаршап ұйықтап қалғам ғой. Даже макияжымды сүртпегем, только кірпіктерімді алып тастадым да. Және де қолдап жатқан жандарға, маған дайректте историяларына беріліп салып жатқан жандарға көп рахмет. Барлықтарыңыздың историяларыңыз бірдей да, хата барлығын салып тастайтын. Барлығын көріп отырмын, барлықтарыңызға көп рахмет. Асемнің шынайы мақсаты қандай? Ақтөре мен Асем бірге бола ма, әлде әрқайсысы өз жолымен кете ме? Көрермендерге сұрақ, сіз қалай ойлайсыз? Асемнің басты мақсаты не? Асемнің күтпеген жерден қатысушы болып келуі бәрін таңғалдырса, Ақтөренің де шыдай алмай үміткер ретінде қосылатыны туралы сыбыстар тарай бастады. Бүгін соған қатысты сөздерінде қалдырып қойыпты. 22 наурыз не істесем деп ойланып жатырмын. 22 наурызда не болатыны әлі белгісіз. Мерекелік күн ерекше тосын сыйларға толы болма. Ақтөре дәл осы күні батыл қадам жасап, Асемге тосын сый әзірлеп жатыр ма? Әлде бұл тек ел аузындағы қауесет пе? Қалай ойлайсыздар? Қайырлы күн ағайын бауырлар, қалайсыздар? Қайырлы күн ағайын бауырлар, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Алматыда ауа райы деген мощный болып тұр, мощный. Көңіл күйді көтеретін ауа райы болып тұр, қараңыз. Наурыз айында ауа райы осындай болған, маған қатты ұнайды. Алдыңғы жылы наурыз айында 22 наурызда жаңбыр жауып, қар жауып сондай болып кетті, ондай болмаса екен. Әз наурыз мейрамымызды жақсылап қарсы алып алсақ, нұр үстіне нұр болатын еді, Күндеріңіз сәтті өтсін. Қаладамыз. Оқырманның пікірін көрейік. Ақтөре, қызды күттірме, сырға салдың. Асемнің ата-анасы да қыздарының орнын тапқанын қалайды ғой. 2 жыл болды, қыздың басын қатырғаның. Ақтөре, осы жылы үйлен көп күттірдің ғой, бұлай болмайды. Ақтөре, байғұстың ақшасы жоқ болып, бейшара болып жүрген болар. Асем байдан қайтып келген қызда емес, ешкімнің. Ол өз екінші жартысын іздеп, бақытты болып жатыр. Ақтөре, табаныңды жалтырат, суайт. Өзің жұмысыңды жасада, өзіңнің екінші жартыңды тап. Ақтөре қыршып жүре берсін. Өмір таңдау. Әрбір шешіміміз тағдырымызды қалыптастырады. Біреулер өткеннің қателіктерінен сабақ алып, жаңа өмір бастайды. Ал біреулер сол қателіктерді қайталап, өз жолынан адасады. Бұл оқиғаның соңы емес. Әркім өз бақытын өзі таңдайды. Көріскенше, қадірлі оқырмандар.